Сен күндіз-түні сол бір адамды ойлап жүресің. Ол сенімен сөйлескенде қызарып, ұялғаныңнан қайда қарайтыныңды білмейсің. Және өз болашағыңды сол адаммен ғана елестете аласың. Бұл қарапайым тілмен ғашықтық деп аталады. Сен осы факты мойындағаннан кейінгі келесі қадам бұл екінші адамға соны жеткізу. Бірақ екінші адамға сезіміңді білдіру бұл әрине қорқынышты. Және мойындау керек өте жеңіл емес. Сол себепті бүгін мен сенің сырлас досың Санжар Айдар жігітке осының барлығын барынша жеңіл әрі екі тарапқа да ыңғайлы болатындай етіп айту амалдарымен бөлісемін. Және өте қысқа уақытта саған жігітпен ең алғашқы кездесуді қай жерде өткізген жөн видеосы қажет болар деп үміттенемін. Дайынсың ба? Онда кеттік. Ең алғашқысы жігітке бірнеше нұсқау, яғни подсказкалар бер. Егер саған өз ойыңдағыңды жеткізу әлі де қобалжу сезімін туындатса, онда жігітке намек жасап, оның көзқарасын анықтауға тырыс. Жігітпен көзбен контакт жасап, оған бір флирт хабарлама жібер. Бұның барлығы сендегі қысымды азайтуға көмектеседі. Онымен қоса нәтиже оң болса, онда жігіт те алғашқы қадамдарды жасап бастайды. Екінші бұл соңғы мерзімдерді ойластырып қой. Яғни сенің өзің жасайтын іс-әрекеттеріңді белгілі бір мерзімге дейін ғана жаса. Кей кезде өзіңнің сенімсізділігің сені тоқтатып, алға қойған мақсатыңнан ауытқып жіберу мүмкін. Сол үшін мынаны түсіну керексің. Неғұрлым сен миыңа барлығын қорытуға үлгеруге көп уақыт беретін болсаң, соғұрлым барлығын ушықтырып алуың мүмкін. Үшінші, өзіңе сенімді бол. Түсінемін, іспен дәлелдегенше сөзбен айтқан әрине оңай. Бірақ сен өзіңе толықтай сенімді болсаң, әңгіме мүлдем басқаша болады. Кез келген адам бұл өмірге ешбір тәжірибесіз келетінін ұмытпауымыз керек. Сенің алдында отқан мен, сенің сырлас досыңда тура солай. Мыңғырық кездесуге барып қайтқан адамдар да жоқ деген жауапты естіп жатады. Ең басты қағида, не болса да берілмей, өз мақсатыңа берік болғаның. Төртінші, оған қысым жасама. Әрдайым ойыңда жүрсін. Сен қанша жерден екі жақтың қосылуын тілегеніңмен, жігіттің ойы мүлдем басқаша болуы мүмкін. Мен түсінемін, жоқ деген жауапты қабылдау жеңіл емес. Себебі сол уақытта біздің осалдығымыз байқалады. Жігітке өз сезіміңді білдірген кезде, ол бәрін тастап сенімен ғана болуы керек деген ойды алып тастап, оған еш қысым жасаушы болма. Бесінші, сен де өзіңді ыңғайлы сезіну керексің. Осы уақытқа дейін біз жігітке барынша ыңғайлы болсын деп, оның көңілін аулап, тек деген жауабын күтумен болдық. Бірақ біз ең басты бір нәрсені ұмытып барамыз. Егер саған өмірде сезім білдіру әлі де қиын болса, онда көмекке телефон мен әлеуметтік желілер келеді. Яғни хат алысуға ешкім тыйым салған жоқ. Мұнда тұрған не бар? Сен жігітке хат жазғанда ешбір ережені сақтамасаң да болады. Ең бастысы өзіңнің өмірлік тәжірибеңе сеніп, мақсатыңның айқын болғаны. Алтыншы, оған еш нәрсе айтпасаң, не болатынын елестетіп көр. Жігіт сенің сезіміңнің барын білмесе, не болады екен? Мүмкін ол басқа мектепке, универге, немесе басқа қалаға көшейін деп жатқан шығар. Осындай жағдайда мүмкіндік туындап, сәті келгенде істемейтін болсаң, онда қашан екен? Қол қусырып отыра беретін болсаң, бұл алдағы уақытта саған өкініш сезімін туындатуы мүмкін. Жетінші, толық көрініске мән бер. Әрине, егер сенің жақсы көретін адамың саған тура сондай сезім білдірмесе, бұл өте қиын. Және сен соған бола көңіліңді түсіруің мүмкін. Осындай сәтте мен сені жақсы түсінемін. Соның өзінде жоқ деген жауапты еститін болсаң да, бұл өмірдің соңы емес екенін ұмытпағаның жөн. Себебі сен сол адамды білмей-ақ қуанышты 18 жыл өмір сүрдің ғой. Алда тағы 60 жылдай өмір сүресің. Түймедейді түйеде етпей оқиғаға байсалды қарауды үйрен. Сенің өзіңнің отбасың, достарың, үй жануарларың бар. Сол себепті сен өз махаббатыңды басқа да бағыттарда көрсете аласың. Ал ана жігіт неғыса кезекке тұрсын. Сегізінші, позитив сақта. Тура осы жағдайда реалист болған дұрыс. Бірақ та позитивті көңіл күйді де ұмытпағайсың. Егер сен өзіңе толық сенімді болмасаң да, сондай кейіп таныт. Өзіңді ретке келтіріп, барынша сабыр сақтап, ойыңдағыңның барлығын айт. Онлайн болса да, офлайн болса да, маңызы жоқ.
Позитив миыңды алдап, стресс деңгейін төмендетіп, жүрегіңнің қағысын азайтады. Және әрине көңіл күйді көтеруге өз ықпалын тигізеді. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенмен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.